Ол қазақтың кімі бар деген сауалға жауап іздеді. Тапты да. Бірақ оның тапқанын ешкім білген жоқ. Жоқ, ол жасырған жоқ. Жар салып бәрін айтты. Бірақ ешкім оны ұқпады. Себебі олар әлі бұл сауалдың өзінен бейхабар еді. Шынында да қазақтың кімі бар? Ақиқатында біз кімбіз? Әркімнің қолымен жазылған шикі шежіреге шындықтың шері ішінде кеткен кәрі тарих не дейді? Мәдени рухани келбетіміз һәм этно-тұрпатымыздың негізі дін-діңгек діл тамыр қайда? Серікбол Қондыбай бұл сауалдарға жауапты аңыздан іздеді. Кәдімгі өзінің туған шешесі тәрбиенің күнделікті айтып жүретін қара әңгімелері. Астарында адамзаттың іздеген жұмбағы жатқанын кім білген? Аңыз түбі шын деуші еді бұрынғылар. Аңыздың ардалы Серікбол Қондыбай 1968 жылы Маңғыстау облысының қазіргі Құрық кентінде дүниеге келді. 14 наурыз адайдың салтты күні болатын. Оның өмірбаянында айтарлықтай дерек шамалы. Мектеп бітірген соң Алматыдағы Қазақ мемлекеттік университетіне түсті. 1991 жылы жағрафия факультетін жер бедерін зерттеуші геоморфолог мамандығы бойынша бітіріп шықты. Кәдімгі студенттік өмір көптің бірі. Айтпақшы, оқуға түскен жылы қазақ тәуелсіздігі тарихындағы қанды оқиғаға қатысқаны бар. Боздақтардың арқасыменен біз егеменді қазақ болдық. Осыны қазақ қылам, өз алдыма жеке құрам деп, талай қазақтың боздақ қыздары мен ұлдары дүниеден шейіт болып кетті. Сол боздақтың ішінде қатысқан мына біздің шырақта бар, Алматыда. Бұл 3-ші потокқа барып, жаңа түрмеде 10 күн жатып шықты бұл кісі де соның ішінде. Сол желтоқсанға қатынасам деп. Серікбол оқу бітірген соң Қазақстан Ғылым Академиясы география институтында ұсынылған қызметтен бас тартып, ауылға қайтып келді. Әрине отбасы жағдайына орай. Елге келіп, Мұражай қорықта облыстық экология басқармасында маман қызметін атқарды. Кейін орта мектепте жағрафия пәнінің мұғалімі болды. 1995 жылы болатын. Ол Қапияда жол апатына ұшырады. Әлгі жол апатынан кейін жолын жүйесінен зақым алған Серікбол бірінші топтағы мүгедек болып қалды. Тағдырдың жазуы солай шығар. Мені төсекке таңбағанда бұл ғылым дегенің маған жоқ еді дейтін өзі. 95-те жығылды, 97-тен бастап отырды тегіс. 96-та енді кішкене асығыстау болды, қолмен жазды, 97-тен бастап компьютерге отырды. Содан бері қарата өзінің еңбектенген еңбегі қасында сол анасы мынасын әкеліп беру, жабзығын жасау менің міндетім. Серікбол мамандығыма сәйкес жер-су атауларын жинайтын әдетім болды дейді. Кейін олардың шығу тегі аңызына құмарта бастадым. Құдайға шүкір, Маңғыстау топонимдерге бай топырақ қой. Мен үшін тыңға түрен салғандай болды. Алғашқы тырнақ алдым, Маңғыстау географиясын тез жазып бітірдім дейтін. Ал одан кейін Серікбол Қондыбайды мифология атты ғылымның ғажайып жұмбақ әлемі күтіп тұрды. 1999 жылы Зерде баспасынан жарық көрген Қазақ мифологиясына кіріспе атты кітабы қазақ мифологиясы атты танымдық сала тұтас ғылым игерусіз жатқандығын мойындатты. Сол кітабының сөз басында автор өзі былай дейді: Мені көптен бері қызықтыратын сала мифология. Осы саламен жүз таныс болғаныма әлі 5 жыл тола қоймаса да, ол менің ойымды баурап та, жаулап та алды. Дағдыға айналған сауал: неге басқада бар да қазақта жоқ? Әлде қазақ адамзаттың тоқалдан туған пендесі ме? Әрине олай емес. Белгісіз бір өзімшілдік сезім олай дегізбейді. Әлде қазақ әлі күнге шейін өзін өзі тани алмай жүр ме? Адасып жүр ме? Қазақ мифологиясындағы, қазақ танудағы соны еңбек автор тарапынан міне осындай сауалдарға жауап іздеуден
туып еді. Серікбол Қондыбайдың қаламынан бұдан кейін Маңғыстау мен Үстірттің киелі орындары, Қазақ даласы және Герман тәңірлері, Есен қазақ, Гиперборея түс көрген заман шежіресі атты толағай дүниелері жарық көрді. Асылды асыл ғана бағалайды. Билік өкілдеріне Серікбол туралы арнайы хат жазған қазақтың бір топ ғалымдары оның 2003 жылы Үшқиян баспасынан жарық көрген Гиперборея түс көрген заман шежіресі атты кітабын Олжас Сүлейменовтің ғылымдағы күллі ғұмырлық язык письма сияқты еңбекпен ғана шендесетін шоқтықты дүние деп бағалады. Серікбол Қондыбай сараптаудың ең жоғары деңгейін, жүйелілікті, эвристикалықты, ғылыми асқақ мұратты кісі таңғаларлықтай дәрежеде меңгерген ғалым. Түркі халықтарының адамзат тарихындағы рөлі туралы әлемдік ғылымның ғасырлар бойы қалыптасып қалған қасаң қысыр көзқарасын бұзып, алдағы дәуірде ғылым негізін салатын тұлға болу мүмкін Серікбол Қондыбайдың талайына жазылғанда шығар деген жас ғалымның денсаулығы мен ғылыми жұмыс жасау мүмкіндігін мемлекеттік дәрежедегі шұғыл мәселе ретінде қарауды өтінген қазақ ғалымдары. Ұзамай Серікбол Қондыбай өзінің ғылымдағы әмбебап ізденістерінің бір жүйеленген формасы секілді арғы қазақ мифологиясын жазып бітірді. Автордың ғылыми ортаға есеп беруі әрі көпшілікпен қоларбаға таңылғаннан бергі бетпе-бет тұңғыш жүздесуі және соңғы жүздесуі болғанда осы арғы қазақ мифологиясы кітабының тұсаукесері еді. Мен миф деген нәрсенің не екенін де түсіндіре қою қабілетімде оңай болмайды. Енді қарапайымдарын ғана айтып өтсем, бұл адам баласы деген, адам баласы өзінің туғанынан бастап ана дүниеге кеткенге шейін өмір бойына күн сайын, сағат сайын бұрынғы ата-бабаларының баяғы Құдайдың адамды жаратқан кезінен бастап жаңағы ұрмақтан қуылғаннан сол кездегі қуылған сәтіндегі оқиғалардың бәрін қайталай береді. Яғни біз өмір бойы қайталап келе қандай әрекет болсын, біздің жақсы әрекетімізде, жаман әрекетімізде сондай қайталау болады. Тек оны біз түсінбейміз. Соны не үшін қайталайтынымызды. Сондықтан осы заманда, қазіргі заманда қиыншылықтардың бәрін өзіміздің ұлтымыздың басындағы, еліміздің басындағы қиыншылықтарды, тауқыметтерді шешу үшін сол бастапқы нүктеге, бастапқы уақытқа қайтып оралуға тура келеді. Яғни қайтып оралу деген сөзге кету емес, соның қандай екенін білу. Сол кезде сонда осыны анықтау барысында біздер осы қазіргі уақытымызда, қазіргі заманымыздың сауалдарына жауап таба аламыз. Енді бәріне таба алмауымыз мүмкін, бірақ енді қазіргі қандай қиыншылықтар бар, тілімізге байланысты, ұлттық мінезімізге байланысты, мына ел басшылардың, мемлекеттің әр несін ұстап жүрген бастықтардың көзқарастарына қатысты, өнер адамдарының нелеріне, іс-әрекеттеріне қатысты біздің қандай кемшіліктеріміз бар, соның көпшілігіне жауап табуға болады осы мифология арқылы. Яғни мифте отырғанымыз бұл ақпарат, мәлімет, ұмыт болған мәлімет, жасырылған мәлімет, және жұмбақ күйінде берілген. Тұсаукесер рәсіміне қатысқан Қойшығара Салғараұлы, Ақселеу Сейдімбек секілді Серікболдың алдыңғы буын аға өкілдері тамаша таланттың туған топырағын басып тұрып былай деп еді. Күні кеше ғана от қару шыққанға дейін көшпелілерден таяқ жеп, дұшпандық көзқараспенен ұлы даланы мекендеген түрік қауымын тағылар, жабайылар деген ұғым қалыптастырған. Евро өзімшілдіктің аясында өскен ғалымдардың өзі адамзат тарихының дұрыс, онсыз дұрыс, көшпелілердің тарихысы дұрыс қалыптаспайтынын біліп, бүгін ес жиып, біз көшпелілерді неге жек көреміз?
көшпелілер деген кімдер, көшпелілер туралы не білеміз деген қазір Европаның, Американың ғылыми журналдарында жаңа мақалалар шығып жатыр. Бірақ қанша жерден түзеймін дегенмен, кешегі мақсаткерлікпен теріс қалыптасқан көзқарастың аясында тәрбиеленіп өскен ғалымдардың бүгін ұрпағының бүгінгі күні ниеті түзелгенменен сол игілікті шаруаны жүзеге асыруға білімі де, түйсігі де, ой өресі де жетпейтін еді. Осындай өлара зәру шақта бүкіл адамзат бастауының танымына сүрлеу салған Серікболдың еңбегі бүкіл ғылым ішінде, түрік қауымы ішінде, оның ішінде өзіміздің қазақ ішінде аса мәні зор, аса құнды еңбек. Серікбол Қондыбай өзінің зерттеу еңбегінде алдына қойған негізгі мақсатына жету үшін қазақтың мифологиялық таным түсінігіне ден қойып, оның уақыт пен кеңістік аясында қалай туындағанын, қандай қызмет атқарғанын және қай бағытта дамығанын жүйелеп шыққан. Әрине бұл айтуға ғана оңай шаруа. Себебі мифологиялық және мифтік айғақ деректердің қашанда айтарынан гөрі аңғартары күрделі. Ондай айғақ деректерді шырамыту, білу, тіптен жатқой айту оңай болғанымен, жай жапсарын жорып түсіну әлде қайда қиын. Кез келген халықтың таным түсінігін, этномәдени болмысын зерделеу үшін тарих, фольклористика, этнография, лингвистика, археология, этникалық антропология, география, демография сияқты бірнеше аралас ғылым салаларының атсалысатынында содан болса керек. Серікболдың ғылымдағы орнын біреу мойындар, біреу мойындамас. Бірақ есі кеткен елдің есесін, ұлттың ұпайын түгендеуге жасалған апыл-тапыл алғашқы қадамдардың бірегейі сол Серікбол Қондыбай болып қала бермек. Әулиелі топырақтан Құдайдың құдіретімен, пірлердің мархамымен, періштенің илхамымен бір перзент қазағы үшін осындай ерен ерлік жасады. Бұл рухтың ерлігі еді. Мен осы жуырда ғана қайталап оқып шықтым. Шетпеде тұратын Серікбол Қондыбаев деген інімнің мақалалары да бар, ішінде мен де сұрап қоятын мақалалар бар. Бірақ еңбегіне, ғылыми ізденістерін оқып қатты қайран қалдым. Және ол баламыз мына тіршіліктегі бір қиянаттан, тұрмыстық қиянаттан қиындық көріп жатса да, денсаулығының өзі еркін қарыштатып жібермегенмен, қаламы, ойы, қиялы, шығармашылығы өте құлаштап еңбек етіп жатыр. Адам таңғаларлықтай адам, адам таңғаларлықтай қаламгер. Серікбол Қондыбай кәсіпқой әдебиетші, тарихшы, этнограф емес, ол географ. Бұл оған реал кеңістікті тұтас күрделі дүние ретінде көре алатын қабілет берді. Мифология, мифтік лингвистика салаларын жетік меңгерген ол жақсы талдаушы да болатын. Осындай қасиеттерінің арқасында жазып шыққан кітаптардың баспадан жарық көруі де ол үшін оңай болған жоқ. Анасы тәрбиенің алақанымен, апасы бал сұлудың қамқорлығымен ғана тірлік істеді. Ол өзінің бірнеше еңбектерін жарыққа шығаруға жәрдемші болған тілектес ағаларының біріне жазған хатында былай деп сыр ашыпты. Менің сезімім сіздің көмегіңіз жалғаса берсе де, тіпті осымен доғарылып қалатын болса да,